Ассалаумағалейкум. Алдыңа келдік. Ағайын міне, думанды мынау дауылдатқандай. Той десе құбас домалар білем. Қуаныштан, қызықтан қалмай. Ағалар келді төрімде міне, тектілігімен бағып атқандай. Үлкендер келді шашуын шашып, базарлығы мол, сандық ашқандай. Жеңгелер кетті жайсан көңілмен, көктемде бар гүл қаулашқандай. Қарындастарым құлпырып отыр, қанаты ала қарлығаштардай. Ендеше бүгінгі тойың тойға ұласқандай, жазылған мәңгі дастандай болсын деп, келмеген бар, келген бар, көрмеген бар, көрген бар, алыс жақын жерден бар, қаладан бар, елден бар. Дәл бүгін Алланың мейірі түскен, мереке үстем, ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын қазығына айналған қазыналы қара шаңырақ, Төлебаевтар әулеттің төрінде, топырағы торғадай, қара суы сорпадай Шемонайха жерінде үлкен қуанышқа қош келдіңіздер. Рахмет. Ал енді құрметті жамағат, Мұхаммедтің үмбеті болғандықтан бүгінгі мынау халал тойда пайғамбарымыздың есімізге алмасақ сын болар. Сондықтан перизаттың дайындаған сыйлықтары бар ағайын. Қазір мен пайғамбарымыздың өміріне қатысты сұрақтар қоямын. Барлықтарыңыз білесіздер, бірақ кім жылдам қол көтереді, сол кісіге микрофон ұстатып боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қай жылы туған? 20 сәуір дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әкесінің есімі Абдулла. Дұрыс па? Осы шарды ұстап тұрыңыздар. Қазір мен басын санаған кезде кім бұрын үрлейді екен? 1, 2, 3. Үрлеп байлау керек, үрлеп байлау керек. Үрлеймізде байлаймыз. Қол көтереміз бұл қатар. Бірінші, екінші ұстап тұрыңыздар. Артаға тұрғын. Қазір бір-бір парша қырасыздар. Естілерін алып, сіздермен билейді, бір-бір келіншектерден суды. Шақырыз. Сіз екеуіңіздің міндетіңіз мына шарды тырнамай, ұрмай, соқпай жағу керек. Келіңіз, жағып тұрыңыздар. Кезек-кезек жағып. 1, 2. Оп, қарағызда. Şimdi қағал отыр. Ақша. Өттің еңбек естер дайындығызда. Енді қазір бірінші болып өтті бастайды. Сосын тімен, сосын сығар, сосын қаражорға, сосын естейді. Қана, өтті. Қошы бетті қойды. Балықтарыңызға бірінші орын перизаттың атынан. Той көп болсын деп қанекей. Осы королеваларына, ханшайымдарға бірінші орын. Балықтарыңызға. Мынау тойдың болғанынан болғанымыз қызық дейді ағайын. Мынау осы тойды алған кезде перизат хабарласқанда қалай той қалай болады екен деп енді ойға қалдық ағайын. Бұрын бір рет жүргізгенбіз, бірақ онда сыртқа шыққан кісілердің бәрінің сауға айтпағанын көрген сондай бір той болған. Бүгін міне осындай деңгейде өтіп жатыр, жаңа күшті деп атсыздар, оның барлығы өздеріңіздің пейіл ниеттеріңіз ағайын. Мынау малым бар деп мақтанба, боран соқса қайтесің, жаным бар деп мақтанба, ажал соқса қайтесің, тілім бар деп мақтанба, тіл байланса қайтесің, бағым бар деп мақтанба, сорға айналса қайтесің деген екен. Бұл дүниедегі нағыз байлық мал мүліктің байлығы емес, пейіл мен ниетіңнің кеңдігінде дейді.